Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Нурикс каналы. Бүгін бізде 1980 жылы шыққан «Мой телохранитель» фильмі. Клиффорд қымбат қонақ үйде әкесімен және әжесімен бірге тұрады. Әкесі Ларри мұнда менеджер қызметінде, ал әжесі келген-кеткен қонақтардың барлығына қырындап жүреді. Тіпті әйелдері болса да бәрібір. Біртүрлі әже мисс Бич немересіне карандашпен қағаз сыйлады. Себебі ертең Клиффорд жаңа мектепке барады. Ларри анасына келіп, клиенттерді жайына қалдыруын өтінді. Өйткені олардан арыз түсетін болса, үшеуін қонақ үйден қуып баспанасыз қалдыруы мүмкін. Қонақ үй жүргізушісі Клиффордты жаңа мектебіне әкелді. Бала сабақ кестесін алып сыныбына келеді. Бос парта табу қиын болды. Іздеп жүріп таңдаған партасы ескі сағызбен мұрынбоққа толы екен. Сыныпқа Муди атты жігіт кіргенде, көрші партадағы баланың үні өшті. Жасөспірім бала мұғаліміне алма сыйлады. Сосын сыныптағы қыздың бірінің бетінен қысып, екіншісінің шашын ұстайды. Содан кейін менің орныма неге отырып алған деп Клиффордқа көшеді. Мұғалім Рики Лендерман есімді оқушының жоқтығын байқап, балалардан оның қайда екенін сұрайды. Біреулердің айтуынша Лендерман қаншер және қазір полициялардан қашып жүр. Ал енді біреулері оның түрмеде жатқанына сенімді. Жаңадан келген оқушы Мудиға әзілдемек болды. Көрші баланың айтуынша ол бұны бекер істеді. Өйткені бұрын соңды ешкім Мудиға әзілдемеген. Клиффорд көрші партадағы Карсонмен тез достасты. Сары бала оған Мудиға ұсталғың келмесе, әжетханаға барма деп кеңес береді. Өзі үнемі қысылса да шыдап жүреді екен. Карсонның айтуынша, хулиган әжетханада бір баланың көзін көгерткен, басқа біреуді терезеден секіруге мәжбүрлеген. Мектептегі көп балалар түскі асқа әкелген ақшаларын Мудиға береді. Ал ол өз кезегінде ақша бергендерді қорғайды. Клиффордқа да тірі қалғысы келсе, осылай жасау керек. Кейіпкеріміз мектептен шықпақ болғанда, достарымен есік алдында тұрған Мудиді байқайды. Бала мектеп жабылғанша кітапханада отыруды шешті. Бір кезде ол қонақ үй жүргізушісінің келгенін көріп, үйге қайтпақ болды. Бірақ та төменде оны Мудидің достары ұстап алып әжетханаға келеді. Кірсе, хулиган бір балаға тиісіп, күніне $1 әкелуіне көндіріп жатыр екен. Хулигандар бұрын Клиффордтың беделді мектепте оқығанын естіп, бай деп ойлады. Муди барлығы қаншер деп айтып жүрген Рики Лендерман туралы сөз қозғады. Лендерман нағыз психопат. Ол бір баланы басынан көздеп атып тастаған. Маған күніне $1 төлеп тұрсаң, сені одан қорғаймын деді. Бірақ бала төлеуден бас тартты. Оданша түскі асымды ішем деп қатып қалды. Сол кезде Муди стаканға унитаздағы лас суды жинап, Клиффордқа ішкізбек болады. Бала қорықпастан суды Мудидің өзіне төгіп қашып кетеді. Сыртқа шыға салып көлікке отырып құтылады. Клиффорд ресторан ас бөлмесінде тамақтанды. Әжесі клиенттерге тиісуін әлі тоқтатпады. Бүгін ол танымал дін насихаттаушысына қырындапты. Әкесі баланың мектепте қиындықта тап болғанын естіді және ертең директорға шағымданатынын айтты. Клиффтің біткен жері осы. Әжесі болса хулигандарды қалай жазалау керектігін үйретті. Келесі күні директор Мудиге соңғы мүмкіндік беретінін айтады, ал Клиффордқа сәл-сәтқа бола тоқылдай бермеуін ұсынады. Муди баланы тоқылдақ деп ойлап, енді абайлап жүруін жеткізді. Бір күні сабақ ортасында кабинетке әлгі қауіпті Лендерман кіреді. Карсон бұл құбыжық жақын отырмаса екен деп тіледі, бірақ бұл көмектеспеді. Дене шынықтыру сабағында Муди Клиффордтың ішінен қатты ұрып жібереді. Ал гардеробқа келгенде бала киімдерінің лас екенін байқайды. Киімдерді жуу мүмкін болмады. Әжетханада сабын жоқ. Осы кезде әжетханаға Муди келеді. Бала тығылып қалды. Кішкенеден соң ол ақырын шықпақ болады. Привет. Муди балаға $1 кешігіп жатқанын еске салды. Сол сәтте жұмысын бітірген Лендерман атып шығады. Оны көрген Муди бірден табанын жалтыратты. Клиффорд Рикиді қуып жетіп, ақшаға оққағар болуын ұсынады. Және хулигандар балаларды одан қорғау үшін ақша жинайтындарын айтады. Бізді қорғасаң, үй тапсырмасымен де көмектесеміз деді. Алайда алпауытқа бұл қызық емес. Қонақ үйдің екінші менеджері, Ларридің тікелей конкуренті Гриффит жақын арада административті сұрақтармен айналысатын бастықтың келетінін жеткізеді. Сол арқылы кемпірден құтылмақ. Кешкісін Ларри баласынан сабағын сұрайды. Бала барлығы жақсы деді. Муди және достары Клиффке тиісулерін тоқтатпады. Бала Лендерманға үмітпен қарады. Бірақ оған бәрібір. Лендерман туралы не айтпайды десеңші? Оқушыларды өлтіргені, мұғалімдерді зорлаған туралы түрлі өсек айтылып жүр. Бірақ Клиффорд бұлардың біріне де сенбейді. Клиффтің ақша төлемейтінін естіп, басқаларды төлемеуді шешті. Бұлай жалғаса берсе, бизнестің құлдырайтынын түсінген Муди Клиффті жалаңаш шкафқа қамап тастайды. Енді ол төлейтін болады. Клифф айқайлап көмекке шақыруда. Басында Лендерман мән бермейді, бірақ та сыныптасын аяп босатады. Мектеп асханасы оқушыларға толы. Хулигандар оңай ақшаларына түскі ас ішуде. Сол кезде асханаға Клиффорд кіріп келіп, оларға кетчуп пен горчица шашады. Сосын Мудидің басына коктейль төгеді. Хулигандар баланы қуып жетіп жазаламақ болды. Алайда Клифф Лемпартты шақырып, сұрақтарыңа осы адам жауап береді дейді. Муди достарына жабылуын ұсынды. Алайда достары қорқып кетіп қалады. Муди бар абыройынан айырылды. Барлығы оған күлуде. Енді оған ешкім төлемейді.
Карсонның өзіне дейін күш алып, орта саусағын шошайтады. Ты должен мне деньги от завтраков за год. Ұятқа қалған Муди үндеместен кетіп қалды. Ал балалар қуанып Лендерманға қол шапалақтайды. Аңқау Клиффорд енді командамыз деп ойлады. Алайда алып жігітке дос керек емес. Клифф ол туралы білу үшін мұғалімге келді. Ол туралы айтылған өсектер шын емес қой деп үміттенеді. Әйел Лендерманның інісі болғанын айтты. Бір күні інісі үйде жалғыз қалып, әкесінің оқтаулы қаруын тауып алады және байқаусызда өзін атып алған. Баланың өлі денесін бірінші көргені Рикки Лендерман болды. Мұғалімнің ойынша ол осы трагедиядан әлі айықпаған секілді. Ал балаларды өлтіріп, мұғалімдерге шабуылдаған туралы әңгімелерді оқушылар ойдан шығарған. Клифф Лендерманға жақындауға тырысты. Барынша әңгімеге тартқысы келді. Алайда ол қашқақтай берді. Мектептен шыққан соң Клифф жүргізушіге Лендерманды аңдуын өтінді. Аздан соң полицейлердің өзі кіруге қорқатын қауіпті районға келеді. Лендерман сыныптасының аңдып жүргенін түсініп қойды. Тоқтатуын өтінгенде Клифф бұл жерге бірінші рет келгенін және де қалай қайту керектігін білмейтінін жеткізеді. Лендерман оны тағы да құтқарды. Екеуі гаражға келіп, алып жігіт өзінің мотоциклін көрсетеді. Бірақ ол жүрмейді. Жігіт мотоциклді 1 жыл бойы жинаған. Енді тек бір цилиндр жетпейді. Оны қазір шығармайтын болғандықтан табу қиын. 2 жасөспірім әлгі бөлшекті табу үшін бірнеше көлік қоқыстарын аралады. Лендерман кішкене ашылғасын, інісінің 9 жаста болғанын және оның тәрбиесімен өз айналысқанын айтты. Қоқыстардың бірінен Клиффорд керек цилиндрді тапты. Достар бірден мотоциклге мініп, кезектесіп айдап қала аралайды. Бұл уақытта Гриффит әлгі маңызды сұрақтармен айналысатын бастықты келді. Бастықты көрген мисс Бич ішуге шақырады. Кемпір мұнда ішімдікке төлемейтінін айтады. Клифф досын қонақ үйге келіп жоғарыдағы бейнені көрсетті. Кемпір бастықты мас қылды, тіпті билеп те үлгерді. Гриффиттің жоспары іске аспай қалды. Шал оның өзін қуып жіберді. Ал кемпір туралы өте жақсы ойда қалды. Лендерман сыныптастармен бірігіп, енді жақындай бергенде Муди келіп бәрін бұзады. Ол мұнда тақырбас Майкадағы Майк есімді жігітті әкелді. Енді ол Мудидің оққағары. Майк Лендерманның қолын өз қолымен қысып, балаларды ұрасың, әйелдерге күш көрсетесің, ініңді өлтірдің, қазір осыларға жауап бересің деп жерге құлатады. Ол оқушыны ашуландыру үшін бәрін жасады. Кеудесін итерді, қалтасын тексерді. Бұл мен естігендей мықты емес деп ойлады Майк. Лендерман оның itергенімен балағат сөздерін жауапсыз қалдырды. Бұрылды да өз жөнімен кетіп қалды. Муди, сен оны неге жабыстырмадың деп сұрағанда, Майк Лендерманды тоқтатып, жұдырықпен салып жіберді. Сосын байғұс жігіттің жыл бойы жинаған еңбегін сындыра бастайды. Муди да қосылып, оны тепкінің астына алады. Хулиган оның шашынан тартып, мотоциклін суға тастайды. Мотодан тек кілті ғана қалды. Клифф жігіттен неге төбелеспедің деп сұрайды. Алып оны итеріп кетіп қалады. Лендерманды іздеп бала гаражға келді. Бірақ ол мұнда да, үйінде де жоқ. Досын түнімен іздеген Клифф қонақ үйге келді. Шатырға шықса, Лендерман осында екен. Ол сыныптасынан қарызға ақша алып кетіп қалады. Клифф оны қуып жетіп, ініңнің өліміне кінәлі емессің. Оны басқа біреуде тауып алуы мүмкін еді ғой деп жұбатпақ болды. Алайда досы ашуланып, мен оны тапқан жоқпын, мен оны өлтірдім дейді. Сол кезде екеуі үйде жалғыз болған. Қару Лендерманның қолында болған екен. Інісі қаруға таласып тартып алмақ болғанда, жігіт байқамай атып алады. Лендерман әкесінен қатты қорықты. Сондықтан мылтықты інісінің қолына қойып, осы күйінде тауып алдым деп алдайды. Маған сеніп қажет емес деп пойызға мініп кетіп қалады. Карсонның көңіл күйі жоқ. Хулигандар ақшасын тартып алып, түскі асын унитазға төгіп тастапты. Шелли Лендерман оралғасын көрсетеміз деп сыныптастарын сабырға шақырды. Айтқаны сол еді, олар мотоциклін шығарып алған алыпты кездестіреді. Мұны Муди да байқады. Ол мотоциклді тартып алғысы келді. Тағы да ұятқа қалмау үшін Майкты шақырады. Муди Клиффті жерге лақтырды. Ал Лендерманға қашуға 3 секунд береді. Алып жігіт ашуланып тақырбасқа тап берді. Жауынгерлер тұрып стойкада төбелеседі. Тақырбас ішке бірнеше рет тигізіп, оқушыны ағашқа соғыстырады. Лендерман тағы да қарсыласын жүгіріп келіп құлатады. Ол Майкты жеңе бастады. Муди оққағарының жеңіліп жатқанын көріп көмектеспек болды. Бірақ Клифф оны өзіне алады. Алып жігіт тақырбасты жеңіп, Клиффорд пен Мудидің төбелесіне қарайды. Досы жеңілуде, мүлдем тигізе алмауда. Клифф құлаған кезде Лендерман оған мұрнынан көзде деп кеңес береді. Бала досына құлақ асып, қарсыласының мұрнына тигізеді. Осыдан кейін Муди есеңгіреп қалады. Клифф бұны пайдаланып, тағы да тұмсығынан ұрады. Бұл жолы соққы қатты тиіп, Муди құлайды. Екі дос та төбелесе жеңімпаз атанды. Ал хулиганның мұрны сынды. Осылайша сыныптастар қайтадан қосылып, көңіл көтеруге кетеді. Ал егерде видео ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл маған видео шығаруға мотивация береді. Каналға тіркеліп қоңыраушаны бассаңыз да болады. Сіздермен бірге болған Нурикс каналы. Келесі кездескенше.